Мен тек көмектесейін деп едім. Көп адам осылай бастайды. Бірақ біз кейде ақша аударған парақша немесе қайырымдылық артында кім тұрғанын біле бермейміз. Бір қарағанда барлығы дұрыс сияқты көрінеді. Мәселен, діни видео, діни сөздер, көмек сұраған видео. Ал шын мәнінде ол ақша экстремистік не террористік ұйымға кетуі мүмкін. Сол үшін де қазіргі кезде аударымға аса сақтықпен қараған дұрыс. Тексерілмеген картаға ақша аудара салмау керек. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 258 бабында экстремизм, терроризмді қаржыландыру ауыр қылмыс ретінде қарастырылған. Аталмыш баптың бірінші тармағына сәйкес қылмыс жасаған азаматтың мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айырылу жазасы қарастырылған. Сондықтан ақшаны жинақтарға аударар кезде нақты ресми жерге аударған дұрыс.